Барлығына сәлем. Адам денесінде немесе ішінде әр түрлі жәндіктер өмір сүруі мүмкін. Олар өрмекші, таракан, құрт, тіпті балық болуы да мүмкін. Бүгінгі видеода адам ішінен табылған сұмдық нәрселерді көрсететін боламыз. Ал сіз видео басталмастан бұрын арнаға жазылып қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Егіздері, үлкен қарынды адам көргеніңізде, ол адамның ас қорыту жүйесі бұзылған деп болжауыңыз мүмкін. Санжоның қарыны денесіне қарағанда өте үлкен еді. 36 жасқа толғанда бұл қарыны проблема бола бастайды. Санжо дәрігерге қаралады. Бұны көрген дәрігерлер тез арада операция жасайды және Санжоның ішінен егізін шығарып алады. Бұл 36 жастағы Санжо дәрігерге ас қаралғандықтан бұны білмеген. Санжоның егізі паразитке айналған. Ол өмірде қалу үшін Санжоның денесінен қан сора бастаған. Ол өте дамыған еді, көзі, аузы, шашы бар еді. Санжо операциядан кейін 30 килограмға жеңілдеді және ары қарай өмір сүруде. Көз ішіндегі паразит. 2010 жылы америкалық бір кісі көзі ауырғандығы себепті дәрігерге қаралады. Дәрігерлер тексеру нәтижесінде көзінде өмір сүріп жатқан және оны жей бастаған паразит құрт бар екендігін анықтайды. Кісінің бағына орай құрттарды операциясыз шығарып алады. Бұл құрттар көзіңізді көр қылуы әбден мүмкін екен. Тағы да паразит құрттары. Ең қауіпті паразиттер құрттар болып есептелінеді екен. Себебі оларды сезу қиын. Бұл паразиттер қан тамырларға кіріп алып, денеңіздің барлық жерінде жүруі мүмкін екен. Саяхаттан үйге қайтқан бұл кісі аяғында қызару бар екендігін көреді. Аяғындағы қан тамырлары үлкендей бастайды. Бұл тамыр уақыт өткен сайын үлкендей береді. Басында оны дәрігерлер варикоз ауруы деп болжаған. Алайда кейіннен тамырдың жоғары қарай үлкендегенін көреді және тез арада тамырын тексеріп, ішінде паразит құрт бар екендігін анықтайды. Адам ішіндегі жылан балығы. Иә, дұрыс естідіңіз. Адам ішіндегі жылан балығы. Бұл 2 рет қайталанған. Бұлардың бірі дәрігерге асқазан ауруымен қаралған. Ішінен 15 сантиметрлік жылан балығы табылған. Жылан балығы тірі күйінде еді және оны алу кезінде қашуға әрекет жасайды және адам ішектерін жарып, қарнына барып тіреледі. Дәрігерлер бұл жылан балықты шығарып алады. Алайда жәбірленуші қатты қан жоғалтады. Адамдар үшін бас ауруы табиғи жағдайы, себебі күндегі проблема, күн ыстығы, жоғары дауыс бас ауруына себеп болуы мүмкін. 59 жастағы қытайлық кісі басының қатты ауруы себепті дәрігерге қаралады және дәрігерлер оның миынан пирометра атты құртты табады. Бұл құрт ол кісінің миын жеуді бастаған еді. Егерде дәрігерге қаралмағанда, бұл кісі көп өтпей өлуі де мүмкін еді. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.